Асанғайға Баянауыл тауын көргенде баянға жаймай қой семірмес деген екен. Ендеше табиғат сыйға тартқан көрікті мекендегі көрнекті орындарға бірге саяхаттайық. Тарихқа көз жүгіртсек, Баянауыл өңірінде көне тарихи табиғи ескерткіштер зерттеу жұмыстары өткен ғасырдың екінші жартысында, яғни 1960 жылдары мықтап қолға алына бастады. Әлі күнге дейін ғалымдар археологиялық, этнографиялық зерттеулерді жалғастыру үшін ат басын бұруға асық. Халықты тарихпен беттестіру маңызды шаруа. Павлодар облысы бойынша сакралды орындардың 70% Баянауыл өңіріне тиесілі. Басқасын айтпағанда, республикалық 100 сакралды орынның үшеуі Баянауылда деп Алтынбек Құрманов сипаттама берген еді. Бүгінде Баянауыл ауданының сакралды картасында тамбаланған қасиетті жерлер жетерлік десек, олар мыналар: Қоңыр-Әулие, қасиетті үңгірі, Жасыбай батырдың зираты, Мәшһүр Жүсіптің кесенесі. Әрине, бұл бағыттағы атқарып жатқан жұмыстардың барлығы ұрпақ қамы үшін. Қасиетті жердің мәртебесі тау тасын аралап, көліне шомылғанмен ғана өлшенбесе керек. Осы жолғы сапарымызда Құрманбай абыз зиратынан басқа Қараман бабаның белгі тасы қойылған жерде, Мәстек абыз жатқан жер, Ботан абыздардың зираттарына Мәшһүр бабамыздың өз кезеңінде салғызған мешіті мен медресесінің орнына зират жасадық. Осындай табиғи ескерткіштердің бір емес, бірнешеуі қасиетті Мұрынтал өлкесінде орналасқан. Сол 5 абыз жатқан қасиетті Мұрынтал екеніне беттедік. Жолдыбай тас суреттер көне дәуірлік археологиялық ескерткіші, 12 мың тарихы бар ескерткіште бұғы архар суреттері бейнеленген. Жолдыбай қорығындағы петроглифтерді Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы Мерстің зерттеуінде осы тастағы көне дәуірдің суреттері сол заманда өмір сүрген адамдардың тыныс тіршілігінен молынан хабар береді. Қашап жасаған жаңа көрінді. Бұғы ана тасқа алақандарымыз тигізіп Астан бұл не декені? алдымыз тигізіп тілек дейіп таста сөйтуге болады. Байқаңыз апа. Осы екеуінің тарихы сосын енді мына тастың байқаз кезінде біздің ата-бабаларымыз бұғып соғылып, тасып, ұра салды, Мұндай тарих бар тастар Торайғыр ауылындағы Қандағашта бар екен. Осы ауылдағы тастардың көбін ауыл адамдары түсінбестіктен өкінішке орай біразын көзін құртып алған. Қолыдан шығып кеткен соң өкіндім ай шидөзен қамысай өкіндім ай қамысай ай жүр танысай. Ботан абыздың баласы Мәстек абыздың қорымына келдік. Міне Мұрынтал қандай керемет жер. Міне әулиелер ұялаған тарихи өлке. Бисмиллахиррахманиррахим. Шоңби да Түркістанға Қожа Ахмет Яссауи мазарин апа жерлеген кісі осы. Қырық жігітіменен жаңағы 100 жылқыны алдық. Онда бір ай жүр өтпейді, күннің ішінде жүріп отырады ғой. Ана жұлдызды бағдарлар. Көрдіңіз бе? Ертедегі ата-бабаларымыздың барлығы жұлдызшы болған, жершіл болған керемет. Біз мінекей, мен жоғарғы білімді адаммын, инженер строительмін. Көрдіңіз бе? Көп оқыдым. Бірақ осы ауылдың тумасы болсам да, мына жолмен шатысып кете беремін ауылдың ішінде. Сонда менің оқуым қайда, мына әскердің оқуға береді.
Осы осының мәйіті ана жерде жағы қолмен көрсетіп ғой бет ана. Ұзын тас тұр ғой ана. Сол жерде жатыр ма? Жүйені айнала қояды ғой. Иә. Туған туысқандарын. Енді мына үй орнатуға бұл жерде орын жоқ қой мәйіттер. Сосын барып туғандары міне жерге қосты. Өлкетанушы Мұхаммед Қайыр Шәріповтың айтуынша, осы маңнан алыс емес жерде Құрманбай абыз Байқонақұлы өмір сүрген. Баянауыл ауданынан Далба тауларында туып өскен, Қызылжар қаласының медресесінде оқыған, көптеген араб, парсы тілдерін меңгеріп, Жанқозы Қараман абыз екеуі Шам қаласында оқып, терең білім алған. Күні бүгінгі дейін ауырған науқас адамдар абзаданың басына барып, зиярат жасап, сауығып кетіп жататыны бұл шындық. Менің мүрдемді дүниеден өткеннен кейін Қожа-Ахмет Яссауи мавзолейі аманаттық қиямат жүру керек. Қазақтың дәстүрінде. Болғаннан кейін аманат айтып ол кісіні жоғарылап осындай соған қойып мүрдені. Бетін таспен тағы жауап, слой сақтайды. Бұл кісінің қорасының орны мына жерде төбешікте. Көрдіңіз бе, бұл кісінің келген себебінің өзі мына жақта едіге бүй тұрады біздің Жанқозы. Мына жақта тай келтіріп тұрады. Байтеке деген жерде. Сол екі биді қамалап келген ғой, қартайшыды. 94 жасында. Сосын осылай қояды ғой, сосын жас шыға, жаңағы тай келтірбей, бұл кісінің Бекболат деген үлкен баласы бар, осы да би болған ғой. Соны ертіп 40 жігітпенен, 100 жылқымен, жаңағы мүрдені шірігетті кетті, жұлдызға қарап отырып, бағдарлап, күн шөптеліп қыңдайды, кезді ана құдыққа отыратын көрінеді соны. Отырып кетті. Сонда ол кісілер құдықтың да қай жерде болатын білген ғой. Көрдіңіздер ме? Балашты білдерді. Осылай апарып, жылқын апарып сонда барып қояды. Енді біздің Абылай хан тұтқынға түсіп қалады ғой, Қалмақтың қолына. Сонда тұтқыннан босату үшін барған бір бидің біреуі осы Қаздауысты Қазбек би. Қалдан серінің Қарабас деген бәйгісесі болады. Олар да тегін адам емес қой. Құтбереке дарыған осылай киелі адамдар. Қалдан ана қазақтардан келген адамдарды байқаш дейді. Іштерінде сөзге татитын адамдар бар ма екен сөзге келетін? Жоқ болатын болса қайтарып жібер дейді. Бар болатын болса маған алып кел айт. Бұл Қарабас ханым барып ана керегеден сығалап жетеді ғой, байқайды ғой. Сонда Қаздауысты Қазбек би тай келтірбейлер бар, барған батырлар бар. Мына кісі екі қол екі жақта, екі аяқ екі жақта қанмен қапап шалқайып сүйықтап отыр екен дейді. Соны айтып кетті. Ішінде біреуі жатыр, екі қол екі жақта, екі аяқ екі жақта. Баланың 4 бұрышын алам деп жатыр. Осыдан бір қауіп бар дейді. Сосын ана кісі айтады, ай олай болатын болса, алап кейін адам емес екен. Сосын ішкі айтады, бұл кісі дейді, қайтыс болғанда арулаған жерін басқан ел дейді, бай болар дейді. Мына ішкі арулаған жері мынау, басқан елі анау түгел бай ғой алды. Түркістан. Маңғаған мал, сиыр, жылқы, қой тұрады. Жаятын жер таба алмай жатыр. Мынаны қастың шақпатын деп, киелі бабамыз. Қарағайлы бұлақ. Бұлақтан жер едіге бидің билік басына келе жатырмыз. Бізді қарасаңыздар, қандай өзінің әдемі түстерімен тартады. Билік айтқанда ақ түйесі болады екен.
едіге осы ақ түйесіне мініп, билік тастың үстіне ақ киізді төсеп, елді жиып, жастарды жанып, жауға қарсы үгіт насихат жүргізген. Сол заманнан бізге жеткен тас ескерткіш қазіргі Жаңатілек ауылдық округіне қарасты Қарағайлы бұлақта тұр. Едіге би Төлебайұлы 18 ғасырда Қаздауысты Қазбек би Бұқар жырау Абылай хан заманының биік тұлғасы болған. Сондай-ақ Едіге би Ақтабан шұбырын Далқагүл сұламада сыр мен шу бойындағы елді арқаға келген рубасылардың бірі болған. Ол заманда Баянауылдың шырайлы жерін қалмақтар қоныс қылып көшіп келген елді Далбадағы Қарағайлы бұлаққа тоқтатыпты. Арып ашып келген ел 5-10 жыл есінше қанша осы арада болған екен. Намаздер намазшың уақыты болып қалады да, ұзын бойлы дейді, кем жауырынды, қауға сақалды, келісті бір ақсақал орнынан тұрады да, намаз оқиық деп орнынан тұрады ғой. Содан кейін жұртқа қарай айтады. 6 атасын арқалап жүрген бар мекен, 7 атасын жетелеп жүрген бар мекен. Алмасың болса мойным бар, асылың болса қойным бар. Бұл сөзімді ойлай бер деп. Аяғын баса берген кезде 14 жастағы едіге айтады. Ақсақал кішкене мойныңызды бұрыңыз дейді. Киіз кімдікі болса білек соныкі, ауыз кімдікі болса сөз соныкі, қайтып орнына сыймайды. Жарлық өзіңізден болды, жабдық өзіңізден деп қала берген екен дейді. Көрдіңіздер ме ертегіде адамдар қалай сөз қағыстырады? Төле би осы емес пе дейді. Үйсін Төле би осы болса, мен біттім дейді. Сен қалай бітесің? Үйсін Төле би осы кісі болатын болса, ертең 6 атаның ұлы арғынға 6 ат бастатқан 9 береді. 4 атаның ұлы 4 ұлға 4 түйе бастатқан 9 береді. Осыны істесе, қолынан жетектеп жалаңаш қыз береді дейді. Жарқын деген құн сол болады. Деп ертеңінде айтқандай ақ солай болған екен дейді. Содан ердің құны әлгі білетін сабазға 2 қауыз сөз екен ау деп кейгілер айтып жүрген екен дейді. Сондағы едіге бидіңіз мінекей басы. Мынау туған үйі, тұрған жері. Мынау билікті асса мінекей. Қурай бірдемелер жүртейді ғой. Сосын екінші төбедегі сигнал береді. Бұл жақтағы қалың әскерге. Онда әскер бұнадағыдай ойын ойнап жүрмейді ғой. Жаттығады, содан кейін аттарын үйінің маңында шідерлеп қоя береді де, өздері 5 қаруын үйлерінде сай ұстап, демалып жорағын асынып, өздері келіскен жеріне жинап әдеді. Көрдің бе? Сосын жауға ат бұра береді. Сондадыр жаңағы айтып отырғаны. Қыз келіншектерді аттарынан ғой, жігіттермен бірге жауға. Әскери әлгі киімдерін қару жарақтарын астап алып, атқа қонған ол кезде. Әскердің санының көбі де дұрыс қой енді, жауға үрей туғызады ғой. Қалың әскер соғып келеді деген сияқты. 10 мың болды. Ұрпақтарыма бір белгі болсын. Оның өзі жай Петровлев емес, былай қарағанда. Оны оқу керек кісі деген. Ана бұғылар қайда өмір сүреді мысалы үшін, е? Олар ылғалды жерде өмір сүреді, бұғылар. Нулы, орманды, тоғайлы, сулы жерде. Ендеше бір кездері осы жерде нулы тоғай болған, теңіз болған, телегей теңіз. Солай емес пе? Іске қосылады. Телефон, телевизор көрсетеді, мұрынтал қамандық болсын. Интернет. Интернет. Не қосып отырмыз? Связь қосып отыр. Қазір жоқ, е? Қоса. Тотия тауының өзі бір тарихтан сыр шертіп тұр. Өзбектен барын талап алған Тотия Қарабатыр бабамыздың бәйбішесі. Далба тауының ең биігінде жерленген, таудың етегінде арнайы ескерткіш орнатылған. Таудың биіктігі 1060 метрді құрайды. Екінші мені Тотиянамыз киеді. Мен ойлаймын, әуелі Құдай осы істердің әрбірінің ешімінен қашығар қандай керемет болып жүрді. Қарасуды кере ағызған дұғамен айтқан сөзі жанға шипа болған ем. Айдаболдан шыққан асыл әулие, абыз баба аруағыңа бас ем. Ол Машқыр бабамызбен замандас болған. Құрманбай абыз Қаныш Шатбаевтың дүние өлкелерін болжаған.
Габдулғани деп атын қойған қасиет иесі де осы кісі. Дудия тауының өзі тарихтан Қарабатыр бабамыздан барымталап алып келген өзбек қызы Дудия тауының өзі бір үлкен тарихтан сыр шертіп жатыр. Бес абыздың бірі Қарасуды терісі ағызған Қараман абыз ескерткішіне келдік. Мәшекеннің медресесінің орны. Ана мешіттің орны. Жазу бар ма? Иә, бар екен. Міне, ана жерде. Міне мынау мешіттің орны. Ана тірі тарих бұл. Доказательство сол емес пе? Любой анау мешіт ол. Ана жерде мешіттің орны. Иә, ана. Зират та жерде. Зираты мені көрініп тұр. Бәйіпшесінің. Рабиға Шегебай қызының. Телефонда тапқан орақ. 51 жасында дүние салған ғой. Соның басына құлпытасты өз орнатып жарық. Өлім жазып кеткен бір ауыз. Анағында. Иә. Зират башы. Арап батырда осы жерде жерленген. Осы жерде негізгі бес абыз, үлкені Ботан, оның баласы Мәстек. Мәстекті әкесі 60 жасында туған. Айдос өзені де осы Қарқаралы тауынан бастау алады. Дің бар, мұнаралар бар. Ежелгі пирамида да бар. Ең үлкені Ботан, баласы Мәстек, одан кейін Қарасуды терісі ағызған Қараман абыз, Қарасуды қақ айырған Құрманбай абыз, Қыстау абыздардың барлығы осы қасиетті өлкеде өмір сүрген.